Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен өте жақсы көтерілетін, ортасы түсіп кетпейтін бисквит пісіремін. Жаңа жылдық дастарханға осы бисквиттен торт жасаңыздар. Бисквитті 2 немесе 3 бөлікке бөліп, ортасына крем салып, өте әдемі торт жинауға болады. Ол үшін жұмыртқаның ағы мен сарысын 2 ыдысқа бөлеміз. Шым-шым тұз салып, басында миксеріміздің ең төменгі айналымын қосамыз. Белок жақсы көпіріп жатқан кезде үстіне шамалы қант себеміз және тағы да миксеріміздің аз-аздан айналымдарын көбейтіп көпірте түсеміз. Миксердің ізі қалғанша 10-12 минут жоғарғы жылдамдықта араластырамыз. Жақсы шайқалған ақуызымыз ыдыстан ақпайды. Жұмыртқаның сарысын қалған қантымызбен 2-3 минут ағарғанша миксердің орташа жылдамдығында араластырамыз. Дәм беру үшін шым-шым ванилин қосамыз, тағы да араластырамыз. Жұмыртқаның сарысы көпіріп ағарған соң, жақсы шайқалған ақуызымызға 2 бөліп ақырындап астынан үстіне араластыра отырып біріктіреміз. Ақуызымыз түсіп кетпеу үшін қатты көп араластырмаймыз, біріксе болды. Дайын болған жұмыртқалы массамызға қопсытқыш қосылған ұнды 2 мәрте бөліп, електен өткіземіз. Үлпілдеп тұрған жұмыртқалы массамыз түсіп кетпеу үшін ұнды 2 бөлікке бөліп, ақырындап астынан үстіне қарай араластырамыз. Ұн араласса, екеуі біріксе болды. Көп рет араластыра берудің қажеті жоқ. Қамырымыз осындай консистенцияда болу керек, қою қаймақ тәрізді. Және дайын болған қамырымызды 180 градус қызып тұрған пешке 40-45 минутқа қоямыз. Формамыздың астына пергамент қағазын төсейміз. 45 минутта бисквит дайын болды. Ағаш таяқша құрғақ болғанша пісіреміз. Қамырдың ортасы түсіп кетпеу үшін алғашқы жарты сағат пештің есігін ашпаған дұрыс. Биіктігі 6 см, диаметрі 24 см. Өте жұмсақ, үлпілдек бисквит. Пештен алған соң 5-10 минут формамызда қалдырып, содан соң суытып, 2-3 бөліктерге бөліп, ортасына крем салып, торт жинасақ болады. Осы бисквиттен қандай торт жасағанымды қалайсыздар? Сіздерге қандай крем ұнайды? Комментарийге жазып қойыңыздар.